Досым, саған сұрақ. Хамстер комбаттың монетасы 30 цент болады. Осыған сенесің бе жоқ па, комментарийға қалдыр кет. Ғаламторды дүрсілкіндірген хамстер комбат криптовалюта әлемін ғана емес, бүкіл интернетті жаулап алды. Бүгінде интернет қолданушылар арасында хамстер комбат туралы естімеген адам жоқ шығар. Приложение арқылы хомякты түрде отырып ақша табасың деген жайлы YouTube платформасында 10 мыңнан астам осы тақырыпқа байланысты бейнелер жүктелген. Соның ішінде Wylsacom да бар. YouTube'да адамдар екіге бөлінді. Бір бөлігі бұны скам деп айтады, оқушылар босқадан босқа уақыттарын құртып жүрді. Ал екінші бөлігі бұл жақтан кемінде біз $100 әр қайсымыз алатын боламыз деп айтып жатыр. Хамстер қолданушылар жастар, ересектер, тіпті тапылқа қызыға қарайтын әжелер де пайда болды. Барлығы листинг жарияланғанын күтіп, көп ақша табамыз деген үмітпен отыр. Ал осы үмітіңіз расымен ақтала ма, әлде жоқ па, осы бейнероликта жауап беретін боламын. Және өзіңіздің аккаунтыңызды тез прокачка жасау үшін керемет сізге лайфхак айтатын боламын. Ол жайлы әлі саған ешкім айтпады. Одан бөлек премаркет, airdrop, листинг дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламын. Жалпы хамстер комбат криптовалюта әлемінде болмаған дүниені жасады. Ешқандай криптовалюта бұндай хайпта болып көрмеген. Қазіргі уақытта хамстер комбаттың 158 миллион қолданушыларына жетті. Бәріміз ойлап жатқандай, әр адамға $100 берсе, онда капитализациясы $15 миллиард керек болады. Және криптовалюта топ 10-ға кіреді. Басты сұрақ, хамстер комбатта $15 миллиард бар ма? Бәріміз білетінде қаржылық жағына Binance Labs көмектесетін болады, бірақ та 100% сенімдімін, бұл суманың жарты бөлігі неде, олардың ақшалары жетпейді. Енді қай жақтан ақша табады? Жауабы сөзсіз, әрине біз арқылы. Бұл хамстер комбаттың админы анонимный, белгісіз, ол кім екенін сізде бізде білмейміз. Ода 158 миллион комьюнити бар, яғни өзінің аудиториясы. Сол аудиторияның манипуляция арқылы ол ақылы жарнамаларда алатын болады. Мысалы, крупный Binance, Bybit сияқты биржаларға келісімшартқа отырады, боттағы тапсырма вкладкасына жай ғана тапсырма ойлап табады. Яғни Binance'та сізге регистрация өту керек, немесе верификация жасау керек деген сияқты. Менің ойымша крупный биржалар бұндай ұсыныстан бас тартпайды. Сонымен достар, бұл хамстер комбаттан расымен ақша табамыз ба деген сұрақтың жауабын қорытындылайық. Иә достар, бұл жақтан расымен біз ақша табамыз, бұл скам емес, себебі бұл подтвержденный дроп. Бірақ сіздер ойлап жатқандай минимум $100 табамыз деген сұрақтың жауабы, ондай ақша табу үшін аккаунттың сол ақшаға тұрарлықты болу керек. Яғни прокачка жағы максимум болу керек. Сонда сіз $100 жоғары табуы мүмкінсіз. Ал енді достар, кішігірім сабақ дейін ба, мини сабақ дейін ба, впрочем, премаркет, airdrop, листинг дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп кетейік. Премаркет бұл негізгі биржа ашылмай тұрып өтетін сауда уақыты. Бұл кезде трейдерлер мен инвесторлар акцияларды сатып алып сата алады. Осы алдыңғы бейнероликте сіздерге премаркет жалпы KuCoin биржасында шығатын болады деген болатымыз, бірақ та оны басып озып кеткен биржа Gate. Бұл жақта достар уже премаркет шығып қойды и қазіргі сәтте ценасы 0.3 цент, яғни 30 цент. Басында бірінші басқан кезде 38 центті басқан, одан құлады 0.8 центке қайтан көтеріліп түсіп құлап ойнап жатыр. Яғни сіздер құлаған кезде сатып алуға мүмкіндік болады, жоғары көтерілген кезде сатып жіберуге мүмкіндік болады. Бағанағы мысал ретінде айтып кеткенде, трейдерлер бірінші болып бұл жақта HMSR монетасы сатып алады. Ол HMSR монетасы вообще фантиктар, яғни ешқандай құны жоқ. Примерно олар болжап, что бұл жақта біз 100x жасаймыз, 200x жасаймыз деп мақсатта бұлар сатып алатын болады. Олар осы сумаға сатып алған, яғни 0.001 USDT-ға. Осы сумаға сатып алған трейдерлер дәл қазір сәтте просто на easy отырып өзінің суммаларын 100x ретінде табысқа жететін болады. Бастапқыда бөлінген криптовалютаны қазір ошаққа салатын болады и ойналмалы ары-бері жүретін болады. Яғни инвесторлар кіреді, трейдерлар кіреді, біреулер сатып алады, біреу сатып алады и біреулер просто сақтап қояды. Листинг болған кезде мүмкін бұл ценадан жоғары болуы мүмкін, сол кезде бұлар табысқа жететін болады. Ал мүмкін листинг болған кезде бұдан төмен болуы мүмкін сума. Ол кезде уже трейдерлар или инвесторлар өкінішке орай минусқа ұшырайтын болады. Ал бұл биржа Gate-ға кіріп, қазір сәтте монета сатып алуға
ұсыныс бересің ба деген сұраққа келсек, әрине жоқ. Мен ойымша дәл қазір сәтте сатып алу керек емес, өйткені 30 центқа сатып алу бұл өте жоғары сума деп ойлаймын. Листинг болған кезде бұл төмен сумаға сатылатын болады. Airdrop бұл жоба қатысушыларға тегін токендер тарату. Яғни достар, біз қазір сәтте Telegram бот арқылы, яғни фарминг жасап жатырмыз. Бұл получается біз тегін алып жатыр. Hamster Combat ойында ойыншыларға HMSR монетасы хамягының деңгейіне, сағаттық табысына, ерекше карталардың болуына және жалпы прокачканың карталардың саны байланысты беріледі. Сіздер қазір тауып жатқан монета, мына жоғарыда ортасында тұрған, бұл достар қателеспеңіздер, бұл HMSR токен емес достар. Бұл просто point. А именно біз HMSR токенін табамыз, когда уже біз прибыль в часқа байланысты дроп алған кезде. Вот сол кезде бізге HMSR монетасын беретін болады. Сол кезде біз оны уже листинг болған кезде оны долларға ауыстырып Каспий Голдқа шешіп алатын боламыз. Листинг бұл криптовалютаны биржаға саудаға қосу процесі. Листингтан кейін пайдаланушылар HMSR токенін биткоин және ноткоин сияқты сатып алып, уже сата алады. Яғни спотовый торговля қосылатын болады. Сол жақта сіздер HMSR монетасын USDT-ға ауыстыра аласыздар. Мысалы, USDT-ден потом оны Каспий Голдқа шешіп аласыздар. Логично. Так, достар, енді лайфхакқа келейік. Бірінші лайфхак мен өзім жағдайымды айтып кетемін. Мен OLX-тан бір өліп қалған телефонды алдым 5000-ға, и ол жақта почти зарядкасы тез өледі, экран шытынаған, но Android и бәрі четко істеп тұр. Ішкі интерфейс и ішкі ешқандай глюк ештеңе жоқ. Вот, соған мен өзім Telegram жүктедім, Telegramға аккаунтымды кіргіздім, и Hamster Combat осы приложениесін ашып қойдым да, зарядка тығып қойдым. Зарядка көп жемейді, и бұл жақта маған 24 сағатта маған 27 миллион point әкеліп отырады. Яғни менгі круглосуточно бұл жақта point жүре береді, майнинг жүре береді, тоқтамайды. Негізі обычно 3 сағат сайын майнинг тоқтап қалады. Сіз өзіңіз ручной кіріп, бағана жиналған сумманы алу керексіз, одан кейін барып сіз майнингіңіз жүретін болады. Ал оның аралықтарда майнинг тоқтап қалады. Сондықтан уақытыңызды үнемдеу үшін және де каждый раз кіріп отырмау үшін мен просто біткен телефонды сатып алып, и сода просто қосып қоямын. И плюс майнингті қосып қойған кезде сіз блокировка экран бар ғой, оң жақтың телефон оң жағында немесе ортасында тұрады. Оны басасыздар, блокировка экран, яғни экран өшеді, өшкен кезде, бірақ бұл экран жұмыс істей береді. Яғни бот активный болып тұрады. Екінші нұсқа, сіздер егерде бұл телефон алам, осы үшін әуреленіп керек емес деп айтып отырсаңыздар, онда сіздерге совет, просто жатар алдында, ұйықтар алдында осы Telegram ботты ашып қойыңыздар и тоже блокировка қойсаңыздар. Яғни экран қара болады, и все. Сіздің Telegram ботыңыз активный жұмыс істейтін болады, и сіз азанға дейін майнинг жүріп отыратын болады. Осы сіздерге үлкен лайфхак. Бұл жайлы әлі ешкім айтпаған, мен просто өзім солай байқап қалдым. Мүмкін біреулер бұл жақта біледі, біреулері білмейді, но сіздерге хабардар етудемін. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі көріскенше.